1357 жыл Алтын Орда тарихындағы күрт өзгерістің бастамасы. Бұл жылы Жәнібек хан дүниеден өтті. Ол өз дәуірінде орданың ішкі құрылымын нығайтқан, ислам дінін қолдаған, саяси тұрақтылық орнатуға ұмтылған билеуші еді. Жәнібектен кейін таққа отырған оның ұлы Бердібек хан билік үшін туыстарын өлтіріп, қатыгездігімен танылды. Оның билігі тек 2 жылға ғана созылды. Бердібек өлгеннен кейін Алтын Ордада ұлы дүрбелең кезеңі басталды. Бұл 20 жылға созылған ішкі саяси тұрақсыздық кезеңі. Тарихшылар бұл уақытты ұлы анархия, хансыз жылдар деп атайды. 1360-1380 жылдар аралығында орданың тағына бірінен соң бірі келген хандардың есебі жиі шатастырады. Әртүрлі деректер бойынша хандар саны 20-дан асқандығын білуге болады. Осы кезеңде Алтын Орда іштей екіге жарыла бастады. Шығыста Ақ Орда, ал батыста Қырым мен Еділ бойын иемденген хандық топтар пайда бола бастады. Хандықтың батыс бөлігіндегі ең беделді адам ол Беклербек Мамай еді. Мамай Қырым мен Қаратеңіз маңын өз бақылауына алып, Мәскеу мен Рязанға салық салуды жалғастырды. Бірақ орталық билікке ие бола алмады, себебі Мамай Шыңғыс ұрпағы болмады. Ол өз билігін заңдастыру үшін қуыршақ хандарды таққа отырғызды. Осы уақытта шығыстағы Ақ Ордада Ұрыс хан мен оның ұрпақтары тәуелсіз саясат жүргізе бастайды. Бұл болашақ тоқтамыстың тарих аренасына келуіне алғышарт жасады. Жошы ұлысының аумағында енді билік вакуумы қалыптасты. Орталықтан бақылау жоғалды. Жасақ жинау, салық салу, сауда жолдарын бақылау бәрі аймақтық билеушілердің қолына өтті. Осылайша 1359-1380 жылдар аралығы Алтын Орданың іштей ыдырап аймақтық хандықтарға бөлінген кезеңі болды.